Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін біз Семей қаласындағы Абай аренадамыз. Естеріңізге сала кетейік, 24 сәуір және 30 сәуір аралығында дәл осы Семей қаласындағы Абай аренада әйелдер арасында волейболдан Азия чемпионаты өтуде. Дәл қазір біз сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Семей қаласындағы мәдениет спорт кешенінде әйелдер арасында волейболдан өтіп жатқан Азия чемпионатының кезекті 4-ші күнінде Шығыс Қазақстан облысының атынан өнер көрсететін Алтай мен ирандық Бариш Эссенш құрама командалары арасында тартысты кездесу өтті. Алтай командасы қарсыластарына еш мүмкіндік берместен 3-0 есебімен кезекті матчын жеңіспен аяқтады. Волейболға қолдау көрсету үшін келген жанкүйерлер саны да аз емес. Олардың арасында Алтай командасын қолдап келгендерді аңғаруға болады. Бүгінгі ойын туралы айта кетсем осы, бүгінгі ойын өте жоғарғы деңгейде өтті деп айта аламын. Қазақстан құрама командасына балет еттік. Жеңет деген сенімде болғанбыз, және де жеңді. Тағы да не айтам? Енді ирандықтарға рахмет айтамыз. Осы келіп ойнап жатқандарына. Және де сізге де рахмет осылай сұхбат алып жатқандарыңызға. Қазақстан алға. Еске сала кетейік, сайысқа 5 елден барлығы 6 команда бақ сынауда. Олардың ішінде Иран, Қырғызстан, Өзбекстан, Таиланд және еліміздің намысын Алтай мен Қуаныш командалары қорғап отыр. Темірлан Рысбек, Мұхаммед Самарханов, арнайы спорт жаңалықтары.